Ахметжанов мырзаға тағы да ішкі істер министріне қазіргі күрделі геополитикалық жағдайда ұлттық мүддені сатып беріп жатқан Склярдың видеолары менде, Склярдың қол астында қызметкерлер бар, дәлелдері бар. Соны тексерулеріңізді сұраймын. Өйткені бізге Медведев ашық айтқандай, басқа саяси қызметкерлері Путиннің өзі көз тығып отырғандай, жау кіріп келсе, бізде 5-ші колонна, мүмкін мына Кәрім Мәсімов сияқты дайын отыр. Склярдың қол астында қызметкерлер, Склярдың өзі. Өйткені қазақты басындыратын полицейскиларды жинап алғаны, заңды білмейтін, әдей білдірмей ма, әдей болдырмай ма. Айтур, мен Қазақстан Республикасының енді ішкі істер министрі ретінде сізді Павлодар облысы ішкі істер департаментінің басшысы Склярды айтур барлық бүге шегесін тексеруіңізді сұраймын. Менің қаупім ол қазақ ұлтына, мүддесіне, мемлекеттілікке қарсы жасап жатқан 5-ші колоннаның өкілі болу әбден мүмкін. Менің ойым осы. Мен талап етіп отырмын. Мен әлі қазір кешкен отырмын. Менде 3-ші рет сізге видео үндеу жолдап отырмын. Алдында мен сізге 20 минут видео үндеу жолдағам. Ештеңе қыңқ етпей отырсыздар. Мүмкін сіздің ведомстволарыңыз барлығы солай. Мүмкін Тоқаев қайту керек шығар сіздің ведомстволарыңызды түгелдей тексеруге. Немене болып бара жатыр мынау? Миллион орыс кірді, қазақты басындырып жатырсыздар. Қазақ олардың тілінде сөйлеу керек, орыстың тілінде сөйлеу керек. Қазақты орыс тілінде сөйлеу деген ол дискриминация емес дейді. Орыс ұлтын сыйлау керексіңдер дейді. Ұлты үшін сыйлау керексіңдер дейді. Қазақ тілін талап еткен қазақтарды емес, орыс ұлтын сыйлау керексіңдер дейді. Орыс ұлты басынып жатыр. Ұлты емес, енді орыс тілділер басынып жатыр. Сол басынып жатқан адамдарды сыйлаңыздар дейді. Мінеке қазақты осылай басындып беріп жатыр. Менің дәлелдерім бар. Жаңағы полицейский өзі айтты. Сіз неге орыс ұлтына қарсы шығып жатырсыз деген мағынада ол әңгіме айтты маған. Соны мен Склярға заланып келдім. Мінеке 3-ші видео үндеу жолдап жатырмын. Скляр мені март айынан бастап бір рет те қабылдаған жоқ. Ахметжанов мырза, немене болып жатыр сіздің министрлігіңізде?